сол Тоқаев, біз сен ешқашан кешірмейміз. Сен әуелі біздің қазақ еліне әуелі көңіл айтқанда жоқсың. Көңілді айтқан жоқсың. Ұялмай жүрсің жер басында. Бәріне Тоқаев кінәлі, оны билікте нете бермеу керек. Тоқаев 19 жылы ұрлықпен келді билікке. Мы это помним, мы это не забудем, мы это не простим. Азық-түлік қымбат, зарплата аз. Өз халқына оқты жаудырған адамды ешқашан кешірмеуіміз керек. Біз талап етуіміз керек. Бізде мына тергеу деген тоқталмау керек. Кім жалқау емес бұл жерде. Жастарға жұмыс берілсін. Білімді жастар бар бізде. Оқыған жастар бар бізде. Шетелге қашты солардың бәрі. Не үшін қашты? Құлдалау болғаннан қашты жастар, білімді жастар. И поэтому власти несут прямую ответственность за убийство мирных людей. И это надо говорить. Здесь был расстрел мирных граждан, как участники событий. Мы знаем, здесь уже 6 часов, в 6 часов были мирно собранные граждане. И мы делали растяжку, вышли туда, но внезапно подъехали и начали расстреливать. Это было, это есть, мы видели, и этому много свидетелей. Там были мирные граждане, никто ничего не крушил. 6 числа уже прекратили все погромы и это. И здесь стояли на площади мирные граждане. Нас приехали, расстреляли до сих пор. Дырки от пуль. Мы это помним, мы это не забудем, мы это не простим. Алга Казахстан. Я участник 86-го года, событий 86-го года. Давайте вот это продолжим свои, добьемся независимости, за независимость Казахстана, который в 86-м году мы выходили, наша молодежь выходила на этот 17-16 основное было дело. Давайте продолжим вот эту традицию и добьемся независимости Казахстана. Мы, независимый Казахстан, мы, казахстанцы, независимости национальности, мы должны быть единые, все нации. Құрметті қазақ елі, бүгін 16 желтоқсан ең қазақ елімізге ең қаралы күн. Орысша айтады ғой, желтоқсан сакральный ай деп, осы желтоқсанда 86-та 11-ші жылы қаңтарда қазағымыздың қаны төгілді. Ол үшін осы алаңда біз болдық. Мына жақтан снайперлер атты. Жас қазақтың жігіттері, қыздары қырылды. Одан кейін 2 ай пытка істеді. Оның бәріне Тоқаев кінәлі, оны билікте нете бермеу керек. Тоқаев 19 жылы ұрлықпен келді билікке. Қазір де айтатын өтірік. Қорықпау керек халқы. Әйтеуір бір өлеміз. Дулат аға дейін мен досым болды. Қандай азаматтардан айырылып жатырмыз. Қазір абақтыда қанша азаматтарымыз жатыр, қыздарымыз жатыр. Ол үшін ел болып, біз енді Тоқаевна шекараны бәрін ашып жерді, неше түрлі келімсектер келіп жатыр. Оның ішінде ФСБ бар, маньяктар бар, неше түрлі бар. Енді біз алаңдаймыз. Ол үшін қазақ бірігіп, билікті көзін құрту керек. Тоқаевпен бірге. Өйткені Тоқаев ең бірінші қылмыскер. Мен соттаймын, мен одан қорықпаймын. Әйтеуір бір анжаққа барамыз бәрімізді. Қорықпау керек. Қазір бәріміз отырып, бағана Құран бағыштайық тағы бірлет. Аруақтарымызға, жастарымызға. Сосын ары қарай күресімізді жалғастырайық. Әділ күрес. Қорықпаңыздар. Ал қазақ елім, бүгін 16 желтоқсан, одан кейінгі қаңтарымыз бар, жан өзеніміз бар, ешқашан ұмытпайық. Қандай жағдай болған біздің қазақ елімен. Мына Тоқаев қанды қолы ешқашанда жуылмас, тазармас. Өзінің халқына оқ атқан, қазір президент болып ұялмай отыр ғой, 7 жылға сайлады. Ешкім сайламаса да, өз-өздерін сайлап алып, халықтан бір ауыз сұрамайды. Халықпен шаруасы да жоқ. Бізбен ешқашанда санаспағанда бұл отырған билік басында. Билік басы емес, ол біздің жұмыскерлеріміз бізден сұрамайды. Біз жұмыс береміз, бізден сұрамайды. Сондықтан да ешқашан мынандай күнімізді біздің өз халқына оқты жаудырған адамды ешқашан кешірмеуіміз керек. Біз талап етуіміз керек. Бізде мына тергеу деген тоқталмау керек. Мына қаншама қазағымыз, біздің бауырларымыз, әкпелеріміз қаншама өліп кетті әсіресе осы қаңтарда. Ешқашан оны ұмытпауымыз керек, кешірмеуіміз де керек. Әлде болса аяғына дейін талап етуіміз керек. Бізге есеп берсін. Бұны бәрімізде отырып шықтық. Жазықтан жазық отырып шықтық. Не үшін екен? Біздің өзіміздің қазақ елімізді өркейсін, көркейсін деуіп
бір ауыз айтып шығуға не керек екен халықтан? Не үшін шықтыңдар сендер алаңға, не үшін шықтыңдар далаға деп бізден сұраудан бұрын бәрімізге оқ жаудырған. Сол Тоқаев, біз сені ешқашан кешірмейміз. Сен әуелі біздің қазақ еліне әуелі көңіл айтқан да жоқсың. Көңілді айтқан жоқсың. Ұялмай жүрсің жер басып. Біз ешқашан кешірмейміз. Билік басында отырған біздің жұмыскерлеріміз, билік басында біз отырыс қойған, бізден сұрамай өздері отырып алған билік бізге біздің алдымызда есеп беру керек. Біз бәріміз талап етеміз қазақ елі болып. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен өзім негізі қоғам белсендім. Мына негізгі желтоқсан оқиғасын мына жоғарыда отырған Назарбаев алып берген жоқ. Мына желтоқсаншы ағаларымыз, әпкелеріміз, сол үшін мына барша ағайындар, сіздерге айтатыным, мына жерге кешке дейін келіңіздер. Мына жерде мирный болады. Ешқандай арандатушыларға жол жоқ. Келіңіздер, Құран оқытамыз. Сосын осы жерде қаңтар оқиғасы 2011-де ана Жаңаөзенде болған оқиға, оның бәрін істеген Назарбаев, мына Тоқаев, соның оң қолы, Назарбаевтың оң қолы. Ешкім Тоқаевты сайлаған жоқ бұл жерде. Қаңтарда қаншама мына жер жастарды қырыпсады, ақ плакатқа жазып, халық террорист емес деп айғайлаған кім? Жастар не үшін шықты? Жұмыс жоқ, азық-түлік қымбат, зарплата аз. Сол үшін шықты халық, жастардың бәрі. Сол үшін жастар, біз ешқандай арандашыларға бой бермейік. Біріншіден біз саяси білімді көркейтейік. Саяси білім аз болғаннан кейін біз қаңтарда қаншама жастар оққа шықты осы жерде. Қаншама жастар білімсізден саяси арандатылды. Сол үшін жастар күш бірлікте бірігейік. Біз бірігіп әрекет жасайтын уақыт келді бізде. Ешқандай мына жерде арандашылардан бой бермейік. Алға күшке. Тағы бір ауыз айтып кететінен, қазіргі саяси тұтқында отырған Ермек Нарымбайдың денсаулығы өте нашар. Білесіздер өздеріңіз 56 күнді голодовкада болды. Соған бостандық талап етемін. Одан кейін Асқар Омар саяси құдалығымен отырған кәсіпкер, желтоқсаншы, өзінің Қазақстан қазақ елінің өзінің ері, азаматы Асқар Омарға талап етемін бостандықты. Одан кейінгі бізде отырған Данат Намазбай тілі үшін кетіп қалған, өзінің қазақ тілі үшін кетіп қалғанды отырғандар бар. Солардың саяси тұтқында отырғандарға талап етемін, бостандық талап етемін. Еркін Кажиев деген азаматымыз бар. Біз 9 қаңтарда Қаскелеңде шықтық. Темірден тор жасадық. Соның ішінде Еркін Кажиев екеуміз отырдық. 8 жігіт шықтық. Цеппен байланып алдық. Сіздің аты жөніңіз? Айдар Мұбарақов, белсенді. Сол кезде бізге полиция персі баллончик шашып, бізді сол күні қамап, 2-ші күні қойы берді. Сосын 6-ші күні осында келген кезде, осында біздің халқымыз қырылды. Осырда жаңа жігіттер айтып кеткендей, жап-жас қазақтарымыз, қыздарымыз бәрі осырда құлап жатты. Осырда қан болды. Үлгеретіндері үлгеріп қашты, өлетіндері өлді осы жерде. Соның бәріне біз бәріміз Құран бағыштап, ел боп, осыны ұмытпаймыз, кешірмейміз. Тоқаев бәріне де жауап береді. Рахмет. Сіз мына жерде қазір біздің саяси тұтқындар қамалып отыр. Олар заңсыз қамалып отыр. Біздің елімізде демократия жоқ. Егер демократия болатын болса бар ғой, біздің шындық айтқан азаматтар не үшін қамалады? Сол мына жоғарыда отырған Тоқаев. Қазір сен президент болдың ба? Соған жауап бер, Тоқаев. Не үшін осың сен? Халықтар не үшін отыр? Саяси тұтқындарға бостандық, 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 бостандық бізге. Желтоқсан, Жаңаөзен, қаңтар, соған кім кінәлі? Кімнің қолында қалды? Назарбаев, Ол шындық ашылады ма? Екінші сұрақ. Ашылады. Үшінші сұрақ. Халық одан не пайда көреді? Қашан кенжетай болады өз несібесін алады? Бүкіл әлем мына жақта долесі бар. Англияның BP, Францияның Total, Россияның Урал, мұнай, газ, бәрі соларда. Қазақта жерден басқа дымда жоқ. Сол, өзінің несібесін қашан алады? Сол, үшінші сұрақ. Бол, көп сөз, бұл сөз. Мына жерден айта кетейінші, әр қазаққа жер берілу керек.
кім қазір кедей, кім қазір квартирада қаңғырып жүр, қазақ. Басқа ұлтты көреміз бе, айтыңдар, шағайындар. Ешкімді көрмейміз басқа ұлттан. Ешкімді көрмейміз. Қазақ квартирада, сүргіде жүрген қазақ, ақшалама жүрген қазақ, жұмыс жүрген қазақ. Мына Сағынтаев отырған кезде маған айтқан Сағынтаев орынбасары, жастар жұмыс істемейді. Кім жалқау, ешкім жалқау емес бұл жерде. Жастарға жұмыс берілсін. Білімді жастар бар бізде. Оқыған жастар бар бізде. Шетелге қашты солардың бәрі. Не үшін қашты? Құлдалау болғаннан қашты жастар, білімді жастар. Қазір қазақ тілін дамытамын деген ағамыз не үшін қашты шетелге? Қуғындық болғаннан қашып отыр. Сол үшін бәріне бостандық берілсін. Тоқаев, сене талап етем. Бізге бостандық бер, сөз еркіне. 93-ті конституцияң ба, конституцияңды әкеп бер бізге 93-ті конституцияңды. Біздің 18-ті конституцияңда айтылған, жазылған. Әр қазақтың азаматы митингға шығып, өз ойын айтуға құқысы бар. Дұрыс па? Бар. Соны орындасын. Мына отырған полиция қызметкер, кем болар? Сендерге айтатыным, халыққа қарсы шықпаңдар. Сендер қазақсыңдар. Халыққа қарсы шықпаңдар. Қаңтарда ұйымдастырған кем болар? Халықтан көру үшін ұйымдастырды қаңтар оқиғасын. Сол үшін кем болар? Менттер, отырған прокурорлар, заңсыз соттамаңдар бізді. Біз ешкімді өлтірген жоқпыз. Ақиқатты айтып жүрген азаматпыз. Ақиқат ашшы бұл жерде. Сол үшін жастар, саяси білім күшейтіндер. Мына отырған, тиктокта отырған жастарға айтатыным, ей, боқтауды қойыңдар. Бір-бірлеріңді аранауды қойыңдар, тиктоктағы жастар. Білімді болыңдар. Саяси күрес күшейтейік. Алға.